Бәріңізге қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен оразаның соңғы күндерінде үйге дастарханыма жасаған тағам түрлерімен бөлісемін. Менімен соңына дейін бірге болып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен пиццаны дайындап аламыз. Жылы суға қант қосамыз, үстіне ашытқы салып, дрожь. Содан кейін сұйық майымызды құйып, араластырып аламыз. Үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, ұнды сетадан өткізіп отырып, осылай саламыз. Аздап жартысын салғаннан кейін қасықпен қоюланғанша жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін қалған ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін кішкене 1 шай қасықтай сұйық май құйып, барлық жеріне осылай жағып шығамыз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағат немесе 45 минут көлемінде көтерілгенше қоямыз. Оған дейін біз ішіне қосатын қоспаларын дайындап алайық. Бізге үккіштен өткізілген сыр қажет болады, ірімшік және колбаса қажет болады. Майонез, ішіне және де кетчуп қажет болады. Алдымен біз колбасамызды, яғни шұжығымызды жіңішке етіп осылай турап аламыз. Қалауыңыз бойынша қызанақ, яғни помидор қосаңыздар да болады. Біз ашытқан қамырдан 2 дана пицца шығады. Біреуіне шұжықтарды, екіншісіне қызанақты салдым. Ішіне помидор қосатын болсаңыздар 2 дана жеткілікті. Өткір пышақпенен осылай жіңішке етіп бірінші кесіп аламыз. Қызанақты қоссаңыздар пиццаға сулы болып, өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте енді біз 2 ас қасықтай үлкендеу ыдысымызға майонезді және де 2 ас қасықтай осы кетчупымызды қосамыз. Екеуін араластырып аламыз. Пиццамыздың көлеміне байланысты қазір аздау болып жатса, тағы да осылай жасап алсақ болады. Неғұрлым осылай көп қоссақ, соусты пиццамызға пицца сулы әрі дәмді болып шығады. Енді біз қамырымыз көтерілгеннен кейін аздап тақтайшаға осылай май жағып аламыз. Қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Оқтауменен қамырымызды жайып шығамыз. Өте қатты жұқа етіп қажет емес, орташа етіп осылай жайып аламыз. Сіздерде осындай пиццаға арналған таба болса, ішіне осылай май жағып аламыз. Үстіне қойып пісіре берсеңіздер болады, немесе табасы болмаса, пергамент қағаздың үстіне противенге қойып пісіре берсеңіздер де болады. Мен осылай жасадым. Үстіне осылай 2 немесе 3 ас қасықтан соусымызды құйып, жақсылап жайып шығамыз. Соусымызды көптеу болса, сулы әрі дәмді болып шығады. Ішіне салмасын салып, алдын ала үккіштен өткізіп қойған сырымызды осылай салып шығамыз. Қаласаңыздар, моцарелла сырын қоссаңыздар болады. Арнайы пиццаға арналған. Қызып тұрған пеште 200 градуста 10-15 минут асты сарғайғанша пісіріп аламыз. Ұзақ уақытқа қоймаймыз, себебі біздің сырымыз жабысып қалатын болады, әрі қатып кететін болады қамырымыз. Сол үшін де уақытылы аламыз. Осындай жұмсақ болып шығады. Келесі кезекте біз салатымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай қақталған копченый осындай колбаса қажет болады. Жұқалап осылай турап алып, бірнеше бөліктерге жұқа етіп кесіп шығамыз. Және бізге 1 дана қияр қажет болады. Ұзынша етіп, оны да жіңішке етіп, осылай турап шығатын боламыз. Келесі кезекте бізге 1 банка осындай кукуруз қажет болады. Суын төгіп, қазір қосатын боламыз оны да, және 2 дана жұмыртқамызды ыдысымызға осылай жарып алып, үстіне шым-шым тұз салып, вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қазір бізге бұл да салаттың ішіне пісіріп қосуға қажет болады. Енді табамызды отқа қойып, ішіне осылай май жағып аламыз. Кішкене қызғаннан кейін жұмыртқамызды барлығын құямыз. Оттың асты баяу отта тұруы керек. Бетін жауып 1 немесе 2 минуттай қойып, осылай келесі бетіне аударамыз. Кішкене қуырылып піскеннен кейін түсіріп ала берсеңіздер болады.
Сіздерде жұмыртқаңыз өте майлы болып кетіп жатса, қағаз майлықтың үстіне түсіріп алсаңыздар болады. Сол кезде жұмыртқаның майын қағаз майлық сіңіріп алатын болады өзіне. Сол кезде салатыңызға қосқан кезде де құрғақ болатын болады. Майы қатты білінбейді. Дәл осылай орап алғаннан кейін жіңішке етіп осылай турап шығамыз. Тураған заттарымызды турап алғаннан кейін енді үлкендеу кеңдеу ыдысқа тураған заттарымызды, бірінші шұжығымызды, кукурузымызды және қиярымызды, жұмыртқамызды барлығын салып, дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш саламыз. 2-3 қасықтай майонез қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізде салатымыз орташа тарелкаменен осындай 2 тарелка салат шығады. Міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер, ерекше әрі өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте енді біз ыстық тамағымызды пісіретін боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет қажет болады. Кішкентай осындай 3 дана пиязымызды жіңішке етіп, 4-бұрышты етіп турап аламыз, ұсақтап. Фаршымыздың үстіне салып, барлығын бір араластырып аламыз. Толықтай араласқаннан кейін үстіне 2 дана жұмыртқа, дәміне қарай тұз және қара бұрыш, біраз қасықтай сұйық май және паприка дәміне қарай аздап қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бұл ыстық тамақтың түрі гнездо деп аталады. Ішіне осындай салу үшін бізге осындай ұяшық түрлері қажет болады. Салынған не деп аталады? Осылай босатып алып, пакетінен ішінен біртіндеп алып, дәл осылай арасын салатын кезде ашып аламыз. Қасықпен немесе ыңғайлы болса қолыңызбенен сала берсек болады. Дәл осылай біз ұяшықтарымызды арасын ашып отырып салу қажетпіз. Салмамызды бетіне дейін толтырып саламыз. Бізде барлығы 12 дана осындай ұяшықтар шықты. Дайын болғаннан кейін енді табамызға сұйық май құйып, қызған майға пиязымызды ұсақтап турап алып саламыз. Аздап қуырылғаннан кейін сәбізді, яғни морковты корейский теркаменен осындай ұзынша етіп өткізіп алдым. Үстіне салып, тағы да жұмсарғанша аздап қуырамыз. Кішкене қызарып түс беру үшін жарты ас қасықтай томат пастасын қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қуырылғаннан кейін енді ұяшықтарымызды ішіне осылай орналастырып салып шығамыз. Бізде 12 дана ұяшық барлық табамызға осылай жетуі керек. Алдын ала қайнап тұрған ыстық суымызды бір шетінен осылай тамағымызға құямыз. Дәміне қарай тұз салып шығамыз. Бетіне себелесеңіздер де болады. Мен шетіне салдым. Және осындай мен тамаққа қосатын дәмдеуіш қостым себелеп отырып. Бетін жауып 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Бізде су тартылып әдемі болып піседі. Үлкен ас қасықпенен шетінен алып қойып отырып ұсына берсеңіздер болады. Ең соңында бізде бетіне салатын подлива сияқты қалады. Соңында бетіне салып беруді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы тағамдарды жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ерекше тағам түрлерін күтіңіздер.